Сөйтіп, қысқасы мына корпорацияның міне 88-92% дегені енді. Құдай сақтасын. 92% құлағанда деген мен енді сөздің шыны керек қой. Құдайға сансыз рахмет айттым. Сөздің шыны бүгін жаңағы бір алыс қалаға барған 200 километр ғой деймін, есептім. 200 километрден артық енді. Сондай қалаға бардым, таңғы сағат 6-да тұрып. Содан жолда ерінбей отырып, ой, мен бар бір ыстық шай ішіп, бір бөтелкемдегі шайымды алып келейін. Күтесіздер ма? Күтесіздер ма? Мен бөтелкемдегі шайым ықылық ұстап қайта-қайта. Күтесіздер ма? Кетіп қалмаңыздар. Айтып тастайыншы болды. Айтып тастайын, содан барып асықпай ішейін сол. Ал енді сонда қуанып кеттім жолда, осыны тыңдап келе жаттым. Таңғы сағат 6-да барғам, түнгі сағат 3-те ма 4-те жатқам, алмады. Астана қоңырау шалып өзі, ұйықтайын дегеніне қоймайды. Анау айтады, мынау айтады, ойбай, мынау бүйтіп жатыр, анау айтып жатыр, мынау бүйтіп өсектеп жатыр. Мен айтам, өсектен өлетін болса, баяғыда өліп қалатын еді. Енді 88%, 92% деген құлау енді естіп көрдіңіздер ме? Осындай қор нарық базарында өстіп құлапты дегенді естіп көрдіңіздер ме? Жоқ. Мынау құлап жатыр. Құлап жатыр. Бұл енді шын мәнінде өте сұмдық әңгіме. Бұндай құлау енді сөздің шыны керек. Осы сіздер де көрмедіңіздер. Ал енді мен өзім осы менен тек 2 рет көрдім мұндай құлауды. Міне, осындай құлау. Бұл үлкен жағымды жаңалық. Бұны мына финанстан, экономикадан сауаты бар азаматтар біліп отыр. Содан сауаты бар азаматтар бұның қаншалықты сұмдық екенін шынайы түйсініп отыр. Ал былай келдір деп отыр. Жоқ, ол келмейді. Бұл кәдімгі саяси өзгеріс сияқты сұмдық оқиға. Бұл кәдімгі Қытайдың бүкіл экономикасының тірегі болып отырған жылжымайтын мүлік нарығы менен жаңағы жарна базар нарығы, осы 2-ақ нарық бар. Қытайдың бүкіл ақшасы, бүкіл Қытайдың мемлекеттік байлығы да, жаңағы орта шарқы буржуазның байлығы да, жеке тұлғалардың байлығы да осы 2 салаға салынады Қытайда негізінен. Бірі жылжымайтын мүлік нарығына салынады, екіншісі жарна нарығына салынады. Жарна нарығы биржа нарығына салынады. Енді осы 2 нарық екеуі де бітіп тұр деген сөз ғой. Яғни кешегі лекциямда айттым, жағымды жаңалықтар деген лекциямда мен ол Evergrande Corporation туралы алдын ала бұны түсіндіріп айттым. Оның осы көрдіңіз бе, интернет, көлік жасау, жылжымайтын мүлік, ең қысқасы минерал суға дейін өндіріп кеткен ғой ол. Оның 1,1000 корпорациясы бар қоластында. Ол 1,1000 корпорацияның астында бәленбай жаңағы ұсақ-түйек компаниялар бар, салымшы компаниялар бар. Енді міне 92% ол құлап отыр, 88% ол құлап отыр. Енді екінші жақсы жағымды жаңалығымды айтайын, естіп отырсаңыз, жаңағы сүйіншілеріңізді тағайындай беріңіз. Ең сұмдығы, кеше Қытайдың Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу сияқты ірі қалаларында, тіпті анау батыс терістіктегі орта шарқы қалаларында Хында корпорациясының жұмысшылары ереуілге шықты. Тіпті қолдарына үлкен жаңағы қағаздарды көтеріп алған, онда Хында, яғни Evergrande деген компания ағылшынша аты, Хында деген қытайша аты. Сол Хында Japan деп жазып алған қытай тілінде. Ол деген сөз Evergrande'ның алаяқтығы дейді. Evergrande алаяқтықпен айналысты дейді. Енді бұл жерге ереуілге шыққандардың түрін бірнеше айтып берейік. Біріншісі, Хында корпорациясының жаңағы үй құрылысы, яғни жылжымайтын мүлігінде ол бір компанияға береді, өзі девелопер болады, оны атқарушы жаңағы компания болады, үйді салушы болады, ол біреуге береді, ол ең қысқасы ең соңында қолды жұмыс салып істейтін қара жұмысшылар. Айлық ала алмай қалған бәленбай уақыт, бұл бір. Екіншісі, сол Evergrande Corporation'ның бүкіл мемлекеттің 30 өлкесінің бәрінде бар, бүкіл дүниежүзіне шетелге шыққан корпорация. Соның жоғарғы лауазымды ақжағалы менеджерлері, бастықтары, жай қарапайым қызметкерлер, офисте отыратын қызмет. Енді олардың бәрі миллионер. Соның барлығына мәжбүрлеп, айлықтың орнына жарнасын беріп отырған, немесе оларды өздерінің артық жинаған миллиондаған доллар ақшаларына жарна сатып ал деп форма сөзге мәжбүрлеп, оның бәрі жаңағы сол Evergrande Corporation'ның салымшысы болып шыға келген ғой. Енді жаңағы
қор биржасындағы жарналар құлаған кезде олардың бәрі сендер бізге кезінде жаңағы біздің айлығымыздың орнына мынаның жарнасын беріп едің, енді соның ақшамызды қайтар деп олар тұр. Үшіншісі салымшылар, кәдімгі нарықтағы салымшылар. Себебі Evergrande Corporation Қытайдың Гонконгында, Шэньчжэнде, Шанхайда бәрінде бұл жарна базарына үкіметтің рұқсатымен шыққан, жаңағы оның минерал суы да, машинасы да, анау мынау бәрі шыққан. Енді елдің бәрі бұл Қытайдың нөмірі бірінші корпорациясы болғаннан кейін, ар жағында Қытайдың компартиясы тұрғаннан кейін оның бәрі сатып алды. Біреу 10 мың долларға, біреу 100 мың долларға, біреу миллион долларға бұның жарнасын сатып алып, анау өскен сайын кайф алып отырды. Енді әрине пысықтар да бар. Мысалы, 1 миллион долларға сатып алған жарнасы 1,5 миллионға өскенде сатып жіберді, $500 миллион пайдасын алып, ары қарай қосса бол дегендер де бар. Бірақ ары қарай өседі деп отырған ел де бар. Бітті, енді қазір кептелекке кептелді де, ана қолындағы жарналарын сата алмай қиналып отыр. Себебі бір-ақ күнді алдыда 88%, 92% ары қарай ұқсамаған пайызбен құлады. Енді тотиып отыр. Тотиып отыр. Ал үшіншісі, жаңағы, бұған қарыз бергендер. Олар қарызыңы. Төртіншісі үкіметтік мекемелер. Себебі бұл жылжымайтын мүлік, яғни үй құрылыс саласы болған ең, анау ірі қала провинциялардың барлығынан дерлік үкіметтен қолды қойып, сенімділігі бар, жаңа жердің бәрін тегінге алған үкіметтен, немесе бір бөлім ақшасын жаңа басшылардың қалтасына былай беріп, бәленбай 100 миллион, миллиард долларға жаңа микрорайон салатын жерлер тегін алған. Сөйткенде өзі алған жерді банкке кепілге қойған, банктен кредит алған, енді банктен алған кредитменен ана үйді салған. Ол үйі толық салынып бітпей жатып халыққа жаңа мұншама үйді сатуға жаңа үкімет тағы рұқсат беріп отыр. Әлі ауадағы салынып бітпеген үйді сатуға рұқсатқа берген. Сосын халықтың бәрі бұл Қытайдың нөмірі бірінші жылжымайтын мүлік корпорациясы болған, халықтың бәрі әлі ауада тұрған, кейбіреу фундаменті қойылған, кейбіреу 5 қабат сал, 10 қабат сал. Бұл енді салам деді, жаңа 100 қабат, 80 қабат, 150 қабат саламын деп қойды. Соның жаңа ғана ауадағы үйлеріне дейін сатып жіберген ғой бұлар. Ал халық салды. Ол бұл ақшаны алды да екінші провинцияға барады. Екінші провинциядан жаңағы әкімдердің қалтасына миллион береді. Ол бәрібір ол әкімнің жері емес, үкіметтің жері. Алады да жаңағы $500 миллиард мына микрорайон салуға бір ауданның жерін береді. Сосын ол жерді алады да банкке кепілге қойды. Банк өкіметтікі, өкімет өзі әрбір деген банкты өкіметтікі. Одан алады, ол ақшаны алады, өз жерге үй салады, оның ауадағы үйін тағы халыққа. Бұл өстіп айналдырған ғой. Одан түскен ақшаны бұл жынды ұқсап, жаңағы бұл сұмдық кешіріңіздер, қайта ықылық атып. Жаңағы Evergrande, минерал су, Evergrande, интернет, Evergrande, жаңағы машина жасау дейтін саладарға салып жіберген. Сөйткенде бұл бұт қытқан ғой, бұның қоласында бірдеңке мың корпорация салып кеткен. Еді атаң бас. Құлат, енді жаңағы салымшылар бар ғой, ауадағы салынып болмаған үйді сатып алғандар. Ереуілге шығып.